Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәні оқушыларға нені үйретеді? Сабақтың мақсаты оқушыларға жыл бойы өтетін сабақтардың тақырыптарымен таныстыру, елін, жерін сүюге, саналы түрде отанын қорғауға дайын болуды, батылдыққа, бастамшылыққа тәрбиелеу. Құрметті 10 сынып оқушылары, осы оқу жылында сіздер алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнін бастайсыздар. Сабақтарда алғашқы әскери дайындық бойынша қажет білімдер мен практикалық дағдылармен қалыптасады. Яғни Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылымымен танысасыздар. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің жалпы әскери жарғыларымен танысасыздар. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің нышандарымен танысасыздар. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әскери атақтарымен танысасыздар. Көтермелеу мен әскери жаза қолдану тәртібін үйренесіздер. Әскери өмірімен танысып, әскери антты жаттайсыздар. Тактикалық бөлімінде мотатқыштар бөлімшесін ұйымдастыру және оның қарулануы, жалпы әскери ұрыс негіздері туралы үйренесіздер. Атыс дайындық бөлімінде атыс қаруларының жарықшақты қол гранаталарының құрылысы, қаруды атуға дайындау тәртібі, қарулар мен гранаттарды күтіп баптауды үйренесіздер. Саптық дайындық бөлімінде сап және оның элементтері, қарумен және қарумен тұруды, орында және қозғалыс кезінде саптық тәсілдерді үйренесіздер. Әскери топография бөлімінде жергілікті жерде картасыз бағдарлы туралы түсінікті, көкжиек тұстарын, магнитті азимут анықтау әдістерін үйренесіздер. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің жоғарғы әскери оқу орындарымен танысасыздар. Робот техникасының негіздерін үйренесіздер. Қазіргі заманғы жаппай қырып жою қарулары ядролық, химиялық, биологиялық қарулармен танысасыздар. Сонымен қатар алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәні оқушыларды отанға деген патриоттық сезімін оятатын пән. Ұрпақты отан сүйгіштікке тәрбиелеу басты міндет. Бүгінгі оқушы ертеңгі отан қорғаушы. Әрбір азамат өз елінің патриоты болуы тиіс. Патриот дегеніміз кім? Патриот отаншыл, отан сүйгіш. Патриот отанның мерейін үстем ету жолында, өз халқына деген сүйіспеншілігі жолында қолда барын өмірін аямайтын адам. Қазақстандық патриотизм ұғымы адам бойына өздігінен қалыптаса қоймады. Ол ұғымды қалыптарасын алғашқы шарттарға мыналар жатады. Тарихымыз, ана тіліміз, дініміз, жеріміз, атадан балаға, баладан немереге, немеден ұрпаққа жалғасатын салт дәстүрлер мен әдет ғұрпымыз, ұлттық рухымыз, ұлттық қадір қасиетіміз. Үйге тапсырма: мен өз елімнің патриотым тақырыбына өз ойын жазу, яғни жазбаша сурет салу немесе мақал мәтел жазу арқылы жеткізу.